Мінекей біз мынандай жерге келдік. Бұл складтар. Мына жақта қараңыздар, мынандай трактор. Міне айтас. Свандап жатыр. Жаңағы палет сататын адамдарға. Қазір ішіне кіреміз. Даладан көрсетейін, артында көріп тұрсыздар ғой. Осындай жерде орналасқан міне үлкен склад. Ар жақта көрінсе сіздерге қараңыздар, палеттер тұр. Қапталған пластикпен. Қазір енді жаңағы бізді күтіп алатын адам келсе, ішіне кіріп көреміз. Екі Lexuспен келдік, қалай сіздерге? Lexus рулит, қалайсын айтасыз? Жақсы, өзің? Жақсы. Сол дайынсың ба? Бізге де қызық болып жатыр жалпы. Қазір енді білмеймін, сатып аламыз ба, сатып алмаймыз ба, бірақ енді тырысамыз сатып алуға. Жақсы бір қызықты палет түссе сатып аламыз. Мэнидің өзінен рұқсат сұрап алдық. Түсіруге бола ма деп айтты, болады деп. Міне, мына жігіт бізді күтіп алған, міне қараңыздар. Осындай палеттер. Айтасыз, аудармашы ретінде қазір, ол күштірек аударады маған қарағанда. Достар, қалайсыздар барлығыңызға? Білесіздер ме, Абылайханның соңғы видеоларына көп просмотр жинап жүрмін. Мен бармын. Мүмкін мен андай нете алмаймын, отрицать ете алмаймын. Короче, и Конор бар. Конор шақырамыз онда. Конор бар. Либо мен, либо Конор екен. Короче, оларда көп нелер бар. Бағана айтқан жоқ, бірақ қалай келеді екен олар оған. Ана жерде тұрған үлкен коробкалар, олар Amazon Medium деп атайды олар. То есть заттар үлкенірек размерлары. Amazon'дан обычный пакеттер кішкентай ғой. Ана коробканың ішінде солар. Amazon Small. Әр ненің үлкен коробкалар тұрды ғой, соң әрқайсының бастапқы бағасы 450-ден 650-ге дейін. Бізге қазір ол 5 коробка шығарады примерно. Соң үстіне мініп қарасақ болады. Міне көрсетейін, мынандай коробка қараңыздар, міне мынандай палетте осындай коробка. Осындайдың примерно 5-ін шығарайын деп жатыр. Ішінде не екенін білмейсің, просто аласың, сатып аласың. Енді бет жағын көрсең болады деді, ақтарып қарай. Көзіңе не түседі, соны көре аласың дейді. Бірақ заттарды ашып қарай алмайсың. Сонда негізі қызықтың бәрі, сосын жаңа айтты, мысалы 400-ге алып 800-ге сататын адамдар бар. Сондайлар да бар дейді. Осы жақта негізі Америкада көп адам осындай бизнеспен айналысады, осындай палеттерді сатып алады да, сосын заттарын бөлек-бөлек сатады. Сөйтіп сатқан кезде жаңағы пайда көреді да. Сондай, Достар, қараңыздар, қаншама бокстар, қаншама коробкалар жоғалған, немесе адамдар қайтарған. Жай ғана бір білмеймін қаншада, миллионнан бір бөлігі, может. Негізі біз де айтып жүрміз ғой, айдына да салады ғой историяға. Мынаны қайтарып саттық, мынаны қайтарып саттық. Мүмкін біздің де затымызда бар шығар, Сол себепті негізі ақш-та өте қатты популярный бір нәрсені алып, 60 күн, 90 күнге дейін өткізіп тастау, қайтарып жіберу деген. Бұл жақта ешқандай сұрақсыз сенен затыңды қайтарып алады. Егер чегің болса, және затың, этикеткің болса, және затың қатты енді сынып, бір нәрсе болмаса, қайтарып алады. Сондықтан міне қараңыздар, қаншама зат. И то мынау біз тек бір неде тұрмыз, мынандай бөлігінде, мынаның ішінде бар, мынаның ішінде, ары қарай деген сияқты. Міне қазір шығарып келе жатыр. Ар жағы бүйтіп кете береді ғой кәдімгідей. Сол. Мынау бізге шығарып жатыр, походу. Қарапайым мысал бағана Абылайдың сөзіне. Мысалы Калифорнияда күн жылы ғой. Басқа штатқа адамдар, мысалы Калифорниядан басқа штатқа қыдырып барғанда куртка сатып алуы мүмкін. Куртканы киіп, жылы аяқ киімді киіп ана жаққа барады да, қайтып келіп тапсырып тастайды. Сондай да бар. Негізі ол тек біздер емес деп жатқан, ол бүкіл американдықтар істейді олай, Және оған ешкім ештеңе айтпайды қайтарған кезде. Неге қайтарып жатсыз? Сіз алдыңыз ғой деп. Біреу мысалға коляска сатып алады да, оны жаңа туған баласына коляска сатып алады да, оны қолданып баласы 3 айға толған кезде алады да, колясканы өткізе салады, болды. Оның состояниесі өте керемет болады. Осындай келеді деген сияқты. Немесе біз өзіміз істегенбіз енді біз әдейі істемедік. Освежитель воздуха сатып алдық та, бір 3-4 күн қолдандық та, қайтар жердік. Өйткені комнатаның шынымен түгелдей бүйтіп жеткен жоқ та, бүкіл комнатаға. Сондықтан ол да осында келеді та, потом өте арзан бағамен түседі адамдарға деген сияқты. Сол достар, міне қазір мен сіздерге бүйтіп былай примерно көрсейін, міне қараңыздар, қаншама коробка жатыр. But we just can take a look, right? Not like open, no, right? You can open. Open what? This is not like one of them. This is just, we can open what? You could just open one and then just go like, you
kind of see around, and then like some of them have little slants like that, so you can kind of just see, you know, what's inside the product and stuff like that. Okay. That pallet right there is already sold to someone, so they gotta come pick it up. Okay. But мынау сатылып кеткен екен. you could just, if you want, you can start like going in and just like. Мыналар ма? How we can pick up? Міне бізге мынандай стремянка берді. Ойбай. Міне қараңыздар достар. Ё-моё. Не екен түсініксіз коробкалар жатыр, анау не жастықтар ма білмеймін. Міне мынандай үлкен коробкалар, оның ішінде не бар екен білмейсің шыны керек. Айтасың ана жақтан қарап біле алмайсың. Не бар екен, иә. Мынаны қараңыздар. Шыны керек, мынаны қалай ақтарасың кез, мынаны қалай көтересің мысалға. Мысалға мынау не екен? Анау қараңыздар, тамақ пісіретін бір нәрсе. Қозғап қарауға болады. Көрші, өзің көрші ал, көтеріліп. Міне мынаны қараңыздар, мына жақты көрсін. Міне мысалға қасықтар жатыр. Мынау там коробка, қасықтар салынған. Мынау андай походқа шыққандағы андай не сияқты, кресло сияқты. Мынау не екенін білмеймін. Мына жақта не бар? Андай бокстар бар. Да, мына жақта кілең не сияқты андай походтың заттары сияқты. Мысалға мынау біреуін көрейік. Менің ойымша бұның бір қызығы тексермей алып көрген қызық сияқты. Қазір біз ойлап жатқан бір коробкаға тоқталдық. Ойлап жатқан коробкамыз мінекей мынау коробка. Осы жақта кішкене коробкалардың түрлері де әртүрлі сияқты, және де қызық заттар бар сияқты деген үміттеміз, себебі көп коробкалардың заттары бірдей екен. Енді қазір көреміз, осы коробканы мүмкін аламыз деген ой келіп жатыр. Маған тек ана фитнес деген жазу көрініп тұр. Сосын ар жақта тамақ пісіретін бір нәрсе дедім ғой, сол бар. Одан кейін жаңа сұрадық, бізге тағы үстіне толтырып бір кішкене коробка салып берсең деп. Бұл палеттің бағасы $550. Оған қоса қазір тағы да сөйлесіп көреміз, мүмкін 500-ге бере аласың ба деп. Міне қазір бір-екі коробка салып беріп жатыр. Ама бір керек емес нәрсе салып жатыр ғой. Putting in a fire pit. Those do really good. Міне мынандай камин ба не мынау? Давай я тарелкаға алып бөліп алсақ болады, хотя $10 да ол. Мынандай шына magic bullet shaker. Manny, what about this? Blender for shakes. The bullet, it's actually sold. Мыналар мен мазгамды итеріп кет қалды ғой деді, примерно. Ештеңке алған жоқпыз, өйткені шынымен таңдау кішкене қиын болды. Оған қоса біз немен келгенбіз ғой, екі жеңіл көлікпен келгенбіз ғой. Бұл жақтың заттары біздің жеңіл көлікке сыймайды, сондықтан ертең үлкендеу тракпен келеміз, иә? Трак тауып аламыз да. Сөйтіп ертең келіп алуға тырысамыз. Өзің не ойлайсың? Андай, то есть алып қарау керек бір рет, сосын көреміз ғой. Я, не болса да тексеріп көру керек. Ештеңе айта алмайсың. Жаңа бір-екі коробкаларын бүйтіп алып, несін андай QR кодын ұруға болады екен, сканировать етуге. Содан қарап көрдік. Мысалға там $200 зат болды, иә? $200 зат болды, сосын тағы $50 па зат болды. Ол екі-ақ затқа. Екі-ақ зат қана, иә. Ал бүкіл жаңа коробканы палеттің бағасы $550 деп тұрды. Сондықтан саудаласып көруге де болатын сияқты. Иә, түседі ғой, 500-ге жоқ дегенде түсетін сияқты. Ертең келіп көреміз, не болса да. Қалайсыңдар? Бүгін Лос-Анджелесте жаңбыр құйып тұр. Бірақ ол бізді тоқтатпайды. Біз жолдамыз, кетіп бара жатырмыз. Кешке барып көрдік, бірақ алған жоқпыз. Өйткені көлікке сыймайтын болып. Ал қазір біз тағы да бір сондай палеттер сататын, тағы да басқа дүкендерге барып көрейін деп жатырмыз, басқа складтарға. Сол жақтан да қарап көреміз, қандай палеттер бар. Егер ұнап жатса бір нәрсе аламыз. Міне айтас екеміз. Бүгін
бір көлікпен болғанда тағы да бір көлік бар, үлкенде Toyota Sienna деген бар ғой, 7 орындық, сондай алып алдық. Енді Lexus пен Toyota Siennaға сияды деген ойдамыз, егер палет алып жатсақ. Иә, айтасыз, сен не ойлайсың? Иә, достар, қалдеріңіз қалай? Барлығы жақсы деп ойлаймын, сіздерде. Шаршамас үшін екінші машинаның артта сүйреп жатырық деп айтады. Екінші машина автопилот деп айтады. Міне достар, біз келдік, қараңыздар, мынандай міне storage деген жерге мына жақта арнайы кодты енгізіп кіресің. Міне storage деген сіздер білмейтін шығарсыздар, Америкада өте кең таралған, міне осындай складтар, осыны адамдар арендаға алады да, жалға алады да, ішіне өздерінің заттарын қойып қояды, айтшы, сондай, Достар, кішкене салыстырмалы түрде айтып жіберейін. Мысалы, біздер бір жерге көшіп бара жатсақ, бір жерге кетіп бара жатсақ, мысалы, мен Аблайға хабарласып айтуым мүмкін, Аблай, менің затымды қоятын жер жоқ, сен үйіңе тұра тұрса бола ма деген сияқты. Бұнда, яғни жер қымбат, сосын әр адам, то есть біздікінде достық жоқ. Жоқ, достық жоқ, бірінші, екіншіден, әр адамда ондай көп не жоқ. Орын жоқ әркімнің үйінде. Мысалы, бір комнатты үйде тұруы мүмкін, адам бір комнатты, немесе кішкентай ғана үйде тұруы мүмкін. Сондықтан қоятын жер жоқ та американецтерде. Жер үй қымбат тұрады, квартира тұрады көбі. Сондықтан, мысалы, 2-3 айға бір жерге саяхаттауға кетіп бара жатқан болса адамдар, 2-3 айлық квартираның арендасын төлеудің орнына олар заттарын барлығын алып, осындай склад снимать етіп, сол складқа салып кетеді. Бұл складтың бағасы оның размеріне байланысты. Және қай жерде орналасқанына байланысты. Осындай сыртта тұрған болса, яғни бұл тез. Сіз келесіз, қасына тоқтайсыз, затыңызды түсіресіз, немесе саласыз. Іште болса, лифтпен 2-ші этажға көтерілу керек болса, 3-ші этаж болса, ол көтерілген сайын, тым жоғары болған сайын, сосын сырттан алыс болған сайын арзандай береді бағасы. Размер үлкен болса, яғни қымбат, размер кіші болған сайын арзан. Сосын қаланың қай жерінде орналасқаны да өте маңызды. Қаланың орталығында қымбатырақ, қаланың шетіне қарай арзанырақ. Во все тяжкие деген кино көрген болсаңыздар, басты рөлдегі Хайзенберг білесіздер ма? Ақшасын өзінің сториджға тығатын еді ғой. Ана знаменитый жер бар ғой, қара жігіт пен ақ жігіт жататын үлкен ақшаның үстінде, сол ненің ішінде ғой, складтың. Келдік, достар, қазір көреміз, қараймыз, не бар екен, қандай заттар бар екен, қызық бе екен. Міне, достар, қараңыздар. Оларда кәдімгідей, андай әртүрлі заттар бар, мынаны қараңыздар. Міне, мынаны қараңыздар. Міне, мысалға мынау ауа тазартқыш. Мынау міне ойыншықтар, мынаның ішінде міне киімдер, мынаның ішінде міне неше түрлі кухняның заттары, мында да кухняның заттары. Жалпы мына жақта кішкене қызығырақ сияқты, кешеге қарағанда, қалай ойлайсыздар? 650 кухняның заттары ма? Мейсистің кухняның заттары ма? Мыналар қымбат мысалы. Бөлек-бөлек сатсаң ба? Мынау деген андай полезная посуда деп. Полезная дегенде андай ғой. Мына жақта киімдер екен, Мынау ойыншықтар. Мынау палет қара холодильниктармен. That was Walmart. That was Walmart? Yes, that was Walmart. How you selling it? Like whole pallet? That was already sold. It's sold? Expecting the people come to Okay. Бұл өтіп But I кетіпті have more холодильниктар in бар. Riverside. Okay. That's a big warehouse over there. Мына жақта And then you have киімдермен. stuff there. Yes, I just Мысалға біз сатып алдық қой жақында ғана ауа тазартқыш, су тазартатын, мынаны қараңыздар. Мұнда тұр, біз $41 алдық шамамен. Сосын біз мынандай сатып алдық мысалға $20, екеуін қосқанда $60 деген сияқты. Міне тағы да бір су тазартқыш. Yes, but the whole pallet is 500 pieces for $2,500. $2,500. Қараңыздар, мысалы Адидастың сумкасы бірақ жыртық екен.
міне Адидастың сумкасы Snowball Toes Game дейді. Ну не сияқты, мына жақта кішкене қызықтау заттар бар сияқты. Бірақ бәрі қайталана ма екен? Маған қазір біз сөйлесейік енді. Міне достар, короче, айтасы екеуміз жиған терген ақшамызды теңгемізді ауыстырып, бизнес-план бастап көріп жатырмыз. Контентпен плюс бизнес-план. Міне мұнда біз айтпақшы бағасы 650-ден деді палетті. Біз үйтіп сөйлесіп түсіріп 1300 ғой негізі. Негізі 1300. 1300 түсіріп 1100-ге сөйлестік, келісті. 5 минутта $200 салғансың ғой. $200 ойлаңыздаршы. Қазір енді алайын деп жатырмыз, кеттік. Міне біз мына екі палет алып жатырмыз достар. Ана жақта бұрышта тұрған және мынау екінші тұрған. Қазір осыларды алып саламыз қой. Міне қараңыздар достар, машинаға тық қылып жатырмыз. Бұлай шамамен ас үйдің заттары әзірше неткен жоқпыз. Барлығын дұрыстап қараған жоқпыз. Міне екінші палетті ашып жатыр. Қараңыздар, мына бір палеттің өзі көлікке сыймай қалды. Екінші көлік келмеді, әлі күтіп тұрмыз. Снимать никак. Да, давай, снимать. Өтте күшті тәте екен, артында тұр менің, не қараңыздар, осы жерде сатып жатқан тәте. Күшті сөйлесіп достасып алдық. Сосын соңында тағы да біздің кішкентайларымыз бар еді, ойыншық бересіз ба деп ойыншық алып алдық. Міне қараңыздар, айтасының қолында тұрған міне мынандай пульт управлениемен көліктер. Оның бәрін көрсетеміз қазір дұрыстап. Сосын мен міне бұйырса Айшатайға міне мынандай не алып алдым. Иә, сын айтып тұрмын ғой. Арасында кофе брейк алдық та, міне кофеге келіп тұрмыз. Дәл қазір Starbucks'тамыз. Айтасың, жоқ қалайсың? Жақсы. Жоқ, не айтасың? 2 палет алдық. Жаңа айтқанымдай 1100-ге шықты. Қызық, андай ешқашан жасап көрмегенсің, білмеймін. Иә, енді көрейік деп жатырмыз. Не болса да енді бір жағынан тәуекелге бара жатырмыз. Енді, қазір жалғастырамыз. Дала міне мынандай болып тұр. Жаңбыр жауып тұр. Бірақ күшті жаңбыр маған ұнайды негізінде. Сол Starbucks'қа келдік кофе алуға, өйткені екінші көлігіміз кішкене кешігіп жатыр. Сол көлік келгенше дейін барып кофе алып келейік деп шештік. Айтасы уже сатып жатыр операпта, сатып жатыр. Сол достар, қазір енді барып барлығын кәдімгідей ашып көрсетеміз ғой каждый затты сіздерге. Не екенін примерно анықтап бағаларын қарап, Иә, достар, ойлап қалмаңыздар. Сіз Қазақстанмен салыстырмаңыздар бұл ақшаны. Бұл ақша деген вполне даже арзандау ғой, то есть ана неге бағасына. Біз оны қазір алып сатқаннан кейін, ол даже намного көп түсуі мүмкін. Немесе сол баға, білмеймін, көреміз ғой енді, бәрі енді бұйырғаны ғой. Біз бағана әзілдеп айтып отырып қой, соңғы ақшамыз емес. Рационально кәдімгі ойлап алып отырған затымыз ғой. Просто ол контент үшін біріншіден, және Америкада популярный зат, басқа елдерде жоқ, наверное. Жай ғана мысал ретінде айтсақ, примерно айтайын, шамамен жаңағы бір палетте 3 пылесос болды, Ол әр пылесостың бағасы шамамен $150-200. Енді қараңыздар, сол 3 пылесоспен ақ сол бір палеттің бағасы шығып тұр. Оған қоса қаншама тағы да зат бар ол жақта. Сол себепті біз қазір тағы да айтамын, бәрін ашып, әр затты интернеттен іздеп, бағасын салып, бәрін көрсетеміз сіздерге. Қараңыздар, достар, тіпті палеттерден мынандай кішкентай балаларға арналған велосипедтер шығады. Істеп тұр, қараңыздар, электричество еще. Қараңыздар. Енді осының бағасы $280 дейді. Ойлаңыздаршы. Мысалға, мынау 280, мынау мысалға 280, осындай екі велик бір палеттің бағасын шығарып тұр деген сияқты да. Сол. Немесе мен айттым ба, міне біз мынандай сатып алдық жақында, $40 сатып алдық. Мына жақта тұр міне. Бір емес, бірнешеу тұр. Сосын міне ауа тазартқыш емес, ауа ылғалдандырғыш тұр. Ол да шамамен сол $30-40 арасында тұрады. Одан кейін не бар тағы да? Мына жақта көп қызықты заттар. Мына жақта да көп қызықты заттар. Okay, drink your coffee, it gets cold. Жолдан кетіп бара жатып тағы бір жерге соқтық. Міне қараңыздар. Палеттердің отаны десең, мына жақта кілең киімдер палетпен сатылады. Барлығы жаңа.
90% жаңа деп айтайыншы. Мына үстінде қараңыздар қаншама палет. Осы жақтан палетпен алсаң болады. Мысал ретінде сіздерге көрсетейін. Міне қараңыздар. Мынау тұрған палет Asics-тың аяқ киімдері. Міне жаңа бірден этикеткасымен, бағасымен, немесе міне Asics-тікі. Міне қараңыздар. Ау. Мына жерде учет жүргізсе. Қанша ақша жатыр дейсің ғой? Да. Конечно. Жаңағы сторидж ойнамай қалды ма? Андайшы бір палет киім алып и кроссовкаға сындырып алу керек еді. Бөлек-бөлек. Сол айттым ғой мен үшеумізге 3 түрлі кроссовка сол өтірік сұрап жатырмын ғой, сатып алуға болады. Міне достар, көріп тұрсыздар ғой, қараңыздар. Мынаның барлығы палеттер үстінде, астында әртүрлі компанияның палеттері. Бізге дәл қазір қатты ұнаған ол Asics-тың палеті. Міне қазір көрсем, қай жерде? Басқа жаққа кіріп кеткен сияқтымыз біз. Ар жағында. Міне бізге ұнаған міне Asics-тың коробкаларынан барлығы Asics-тың коробкалары қараңыздар. Мысалға міне мынандай курткалары бар, $100 бағасы. Немесе мынандай мынау да куртка сияқты $60 деген сияқты, мынандай трикосы бар $55. Спортивкалары міне $85. И бүкіл палет осындай киімдер, ойлаңыздаршы. Аяқ киімдер салынған палеттер бар. Мынау аяқ киімдер бөлек-бөлек сатылмайды, тек палетте сатылады. Одан кейін палетте 100 аяқ киім болуы мүмкін, 200, 500 деп кете береді. Және барлығы әртүрлі бір компаниянікі емес, мысалға міне New Balance-тікі, Lux дейді, мысалға Fila дейді, Asics-тікі тұр, мысалға Reebok-тікі тұр, Timberland тұр деген сияқты да. Айтпақшы біз баста кеттік, міне көліктің жартысын босатып тастадық. Бүйтіп алып жатырмыз, қазір барлық заттар дұрыстап көрсем. Міне жинап жатқан бөлме. Міне осылай палетке қойып жатырмыз. Әзірше қарап жатқан жоқпыз, не бар, не жоғын. Бәрін қазір дұрыстап реттейміз. Міне достар, заттарымызды жинадық. Қазір енді бәрін бөліп қандай зат шыққанын, бағасы қанша екенін бәрін қараймыз. Айтас, дайынсың ба? Айтас, баста кетті, әне. Кеттік міне, давай, бірінші зат. Сковородка. Міне мынандай сковородка, ішінде бір штук. Айтас бағасын қарап жатыр. Қанша тұрады екен бағасы? Не істейсің, просто сен өз ойыңды айт, қанша тұрады деп ойлайсың. Менің ойымша бір $30 тұрады шығар. Жоқ, бұл KitchenAid деген бұл фирма. Андай да, қымбат фирма да ол. Қойш? Онда 80. Іздеп жатсың ба әлі? Жарайды, кеттік. Екінші, мынандай қараңыздар, набор, пышақтың наборы, ішінде 15 дана, яғни пышақ және қайшы. Бұның бағасын $90. Саған сковородка $90 ма? Мына сковородкамен ұрсақ қатты ауыратын сияқты ғой, айтасыз? Міне қараңыздар, сковородка $90 және мынандай, әрине әр затқа 10% налог қосылады, оны ең соңында барлығын есептеп шығарып көреміз. Кеттік ал, сковородка $90 және мынау пышақтың, міне мынандай сковородка. Бірақ енді біз барлық затты ашпаймыз, тек осы басында сковородканы ашамыз деп шештік. Және міне мынандай пышақ $70. Бұл деген Macy's деген дүкеннің заттары. Мен Macy'стен қарап жатырмын, $70. Келесі зат бізде қараңыздар, міне мынандай 13 заттан тұратын сет. Бұл деген ас үйге арналған сковородка, қазан, тағы басқасы. Бұның бағасы $120 дүкенде. Одан кейін кеттік. Келесі зат міне мынандай Bella деген компаниянікі. Түсінігімше бұл бір грильница сияқты, үстіне жалпы жұмыртқа және де тағы басқа панкейк сияқты заттар жасауға болатын электрондық пеш па, білмеймін не деп айтсам. Бағасы міне астында $33. Кеттік ары қарай. Ары қарай, мынаны қараңыздар. Электрочайник. Бұл электрочайниктің бағасы $36 екен.
міне мынандай пияз кесетін, немесе жуа кесетін, немесе сарымсақ кесетін әр жерде әрқалай айтады. Және де менің ойымша бұмен фри жасауға болатын сияқты. Бұның бағасы, қазір көреміз. Doll Daddy деген, бұл да электрондық электрофрайер дейді. Бұның бағасы $56 ма? $55 екен. Тағы да Bella деген компаниянікі. Бұл quesadilla maker дейді. Quesadilla жасайтын міне мынандай арнайы құрылғы, қараңыздар. Бұл quesadilla жасайтын құрылғымыз $39 тұрады екен. Одан кейін кеттік. Міне тағы Mega Chef'тан чайник. Бұл жолы электрочайник емес, жай чайник. Бұның бағасы $30 екен. Қалайсыңдар жігіттер десең, Одан кейін бізде мынандай қорапша бар. Ішінде не бар екен белгісіз. Барлықтарының суреттері бар ғой, бірақ мынаның суреті жоқ. Ал көрейік не бар екен. Беті ашық. Бұның ішінде buffer сервер дейді. Қазір көреміз. Көріп тұрмасыздарге. Мінекей достар, бұның ішінде Google-дан сыртын жазып, іздеп тауып көремін. Үстіне жаңағы үш несімен, приборымен қойылып, соның ішіне заттар салып пісірсеңіз болады. Бағасы жеңілдікпен $49-дан тұр, жаңағы buffer сервер деп аталады екен. Одан кейін бізде тағы да міне мынандай сет, тағы біреу шықты бағанағыдай. Ыдыстардың сеті. Бағана бұның бағасын сізге айтып кеттім. $120 болған. Сондай міне тағы да біреу шықты, тек бұның түсі басқа. Бірақ та бірдей сияқты деп ойлаймын, қараңыздар. Меніңше бірдей, тек мынау стальной, мынау қара түсті. Қалған бәрі бірдей, ішінде екеуінде де 13 зат бар. Мынау не екен? Мынау үлкен зат, өте қызық. Қараңыздар, бұл дегенің air fryer. Айнаның сүйікті заты. Ішіне зат салып қойдыңда, ол саған дайындап беретін өте керемет нәрсе. Таргетта бағасы $150 тұрады екен. Кеттік. Мұнда қойдық. Жалпы мен санаған қараған заттарымды бұлай шетке қойып жатырмын. Әлі қараңыздар қаншама заттар бар. Одан кейін бізде міне мынандай вафельница. Бұл вафельницаның бағасы, бұл да Bella деген компаниянікі екен. Бағасы $25 екен. Және бұндай вафельница бізде екеу. Міне біреу, міне екіншісі. Келесі достар, бізде Smack деген компанияның электрочайнигі. Мәссаған, бұның бағасы, достар, $190. Мен білмеймін, не құдіреті бар. Бұл чайниктің, бірақ та ойлаңыздаршы, мынау чайник үшін $190 сұрап тұр дүкенде. Келесі бізде Martha Stewart деген компанияның лазанья жасайтын осындай ыдысы. Бұның бағасы, достар, $59. Ол деген жеңілдікпен негізіндегі өзінің бағасы $109 болған екен. Бұндай бізде екеу екен. Жоқ, мен тағы да біреу көріп тұрмын, тіпті үшеу екен. Төртеу екен десең, бесеу екен. Мәссаған, 5 осындай бар екен. Қазір мен бәрін шығарып тастайын. Міне достар, бәрін шығарып тастадым. 5 жаңағы лазанья жасайтын ыдыс бар бізде. Әр қайсының бағасы $50 дедім ба, қанша дедім? $60-дан. Келесі бізде достар, мынандай тағы да Mega Chef деген компанияның 10 в 1 деген салат дайындайтын арнайы құрылғысы. Қараңыздар, міне неше түрлі насадкалары бар. Бұның бағасы $50 екен. $50. Салат жақсы көретіндер, салат дайындауды жақсы көретіндерге күшті құрылғы, күшті сыйлық деп ойлаймын. Одан кейін бізде тағы да бір air fryer, Bella компаниясы. Бұл air fryer'ның бағасы $65. Кеттік. Қараңыздар. Instapot деген компанияның қалай айтылатын еді? Мынау тамақ жасайтын бар ғой. Бұның бағасы Instapot'тың $100 дейді. Міне осындай $100-ға. Одан кейін кеттік. Мынау деген мен жаңа қарадым. Сыртын жазылып тұр. Міне сыртында Elite Government деген компания Popcorn Maker дейді. Бұл попкорн жасайтын құрылғы. Бұның бағасы
попкорн мейкердікі $30. Одан кейін кеттік Bella компаниясының тостер жасайтын пеші. Міне мынандай сырты қараңыздар. Бұның бағасы $45. Одан кейін не бар мұнда? Martha Stewart деген компанияның қазаны. Бірақ жаман ауыр екен, мә темір, қараңыздар, темір деп жазылып тұр. Iron Man десеңе. Бұның бағасы $70 достар, ойлаңыздаршы. Одан кейін ары қарай кеттік. Мынау бізде Presto деген компанияның электрический болды, бір сковородка сияқты ғой. Электрический сковородка. Бұның бағасы $45 тұрады екен. Одан кейін қараңыздар, Crux деген компанияның миксері. Мынау деген енді коробкасына қарасаң кәдімгідей қымбат зат сияқты, бірақ та шынымен де достар, бұл қымбат зат екен. Мен бағаларын жазып алдым, сол үшін андай ыңғайсыз болғаннан кейін Crux деген компанияның миксері бағасы $200, ойлаңыздаршы. Одан кейін міне Mega Chef'тің кішігірім электрочайнигі. Бұл электрочайниктің бағасы $39 екен. Одан кейін жаңа тағы да Martha Stewart деген компанияның жаңа көрсеттім ғой сіздерге. Мынау да ауыр темір кастрюль сияқты, бірақ бұл маған қарағанда кішкентайлау. Бұның бағасы $47 екен. Айтпақшы, кейбір заттардың бағасын жазбадым, өйткені сыртында тұр. Міне қараңыздар. Қай жерінде? Бір жерінде жазылған болды. Міне қараңыздар. Жоқ, $60 екен. Кешіріңіздер, қателес кетіппін. Martha Stewart, мынау $60, бағанағысы $70, Одан кейін мынау бізде ыдыс аяқ салатын жуғаннан кейін арнайы құрылғы. Бұның бағасы $47, қараңыздар. Бұл да Martha Stewart деген компанияныкі. Одан кейін Bella деген компанияның блендері. Қараңыздар, бұл блендер $43 тұрады екен. Бұл блендер $43 тұрады. Және де ең соңғы бұл палеттегі Analon деген компанияның, қараңыздар, ыдыс аяқ емес енді, каструльдар, сковородкалар жиналған сет. Бұл достар потолок енді достар. Мұнаның бағасы $300. Қараңыздар. Осындай бір палетті бітірдік. Енді кеттік екінші палетке. Екінші палетте үлкендеу заттар тез болады деген ойдамын. Қалай сіздерге қызық болып отыр ма? Қай зат ұнады жазып отырыңыздар комментарийға. Бағалары қалай заттардың. Кеттік, бастаймыз. Екінші палеттің заттары. Міне, бірден 2 air fryer тұр, қараңыздар. Caloric деген компанияңғы, Caloric Max әлде білмеймін, air fryer oven дейді. Ол осындай air fryer плита. Бұның бағасы $180 әрқайсысы. Екеуі үшін $360. Одан кейін қастарына қоя берейін. Міне қараңыздар, бүйтіп көрсетейін сіздерге. Homecraft деген компанияның, бұл енді кішкене керек емес нәрсе, бірақ біз енді сатып жүреміз бұны. Сыра сақтайтын, сыраны суытып тұратын арнайы осындай құрылғы. Қараңыздар, бұның бағасы $200 тұрады, достар. Кеттік ары қарай. Мынау бізде сковородка, электрический сковородка. Бұның бағасы $60. Одан кейін не бар бізде? Одан кейін міне қараңыздар, тағы да Homecraft деген компанияның, бұл енді керісінше кофені ысытып тұратын, яғни термос сияқты ғой, былайша айтқанда, кофеға арналған. Бұның бағасы $70, достар. Одан кейін мұнда бізде не бар екен? Мұнда бізге аяққа арналған массажер, қараңыздар. Home Medics деген компанияңкі. Bubble Bliss Deluxe дейді. Бұның бағасы қымбат емес, шатаспасам, $25. Номер 1 бренд деп тұр ғой массажда, қараңыздар, Home Medics деген. Одан кейін міне бізде мынандай сет. Бұл бағана бізде кездесті, естеріңізде болса. Ыдыс аяқтардың сеті, бұл $20 мет, шатаспасам. Келесі бізде қараңыздар, Голландс деген компанияның ретро стильде жасалған эспрессо мейкер деп. Эспрессо жасайтын, яғни кофе дайындайсыз өзіңізге, эспрессо дайындайсыз деген сияқты әңгіме. Бұның бағасы, достар, $150. Келесі бізде қараңыздар, Tefal компаниясының сковородка,
каструля деген сияқты жиынтығы. Бұл жақта 15 зат, 16 зат бар. Тефаль компаниясынікі бағасы $220 достар. Одан кейін міне Crux деген компания. Бұл тағы да airfryer. Сонымен бізде қанша бір 5-6 airfryer болған сияқты. Бұл Crux компаниясының airfryer'ы $100 тұрады достар. Және де мына жақта қараңыздар, бізде 2 пылесос бар. Біреуі, екеуі де Shark деген компаниянікі, тек қана біреуі мынандай жаңағындай қалай айтады, мынандай артынан сүйреп жүретін бар ғой. Сондай пылесос, канистра деп айтайыншы, канистра ретіндегі пылесос. Бұл пылесостың бағасы $150. Және де мынандай, бұл деген мынандай тұрып канистрасы жоқ, Deluxe деген, Shark Navigator Deluxe деген пылесос. Бұның бағасы достар $180. Сонымен міне бізде екі палеттің ішінен шыққан заттар осындай. Қалай достар? Ұнаған заттар бар ма, ұнамаған заттар бар ма, тұрарлық заттар бар ма, жоқ па? Және бонус сіздерге емес, маған не қараңыздар, осындай Reebok'тың 2 кереметтей киімі. Біреуі спортивка, асты-үсті, толстовкасымен, спортивкасымен асты-үсті. Және де мынандай 3 киімнен тұратын кішкентай балаға арналған, яғни Айшатайға мен жап-жаңа Reebok'тың осындай 2 көйлегін алдым, киімін алдым. Мына 12 айлық, мына 18 айлық. Бұлардың енді өз бағасын айтатын болсақ, міне қараңыздар, $46. Және екіншісінің бағасы өкінішке орай жоқ сияқты. Және де тағы да бонус қараңыздар, міне мынандай самокат. Бұл самокаттың бағасын білмеймін. Бұл да бір шамамен бір $100 шамасында тұруы мүмкін. Немен істейді? Батарейкамен істейді, көрдіңіздер ме? Осылай жанады. Және міне мынандай ойыншық. Екеуі де жап-жаңа. Ішінде кішкентай куклалары бар. Мен бұл 2 ойыншықты Айшатайға алдым. Сосын естеріңізде болса, бағана айта салған 2 пульт управлениемен жүретін машина өзінің балаларына алды. Сол достар, қазір мен сіздерге барлық заттың толық бағасын шығарып беремін. Қаншаға 2 палеттен қаншаға шыққаны заттар. Мына 2 заттың бағасын қарадым. Әр қайсысы $40 тұрады екен Amazon дүкенінде, онлайн дүкенінде. Сонымен достар, мен 2 палеттегі заттардың бағасын санап шықтым. Ол деген дүкендегі, жаңағы интернеттегі бағалары. Міне қараңыздар. Менде осындай сумма шықты, яғни $4200. $4200 заттары, және оған қоса мына ойыншықтарды қоссақ, әр қайсысы $40 тұрады екен. Оны да қарадым. $80. Сосын жаңағы айтасқа берген ойыншықтар, олардың әр қайсысы $25 тұрады, $50, $180. Және 4200, 180, 200. Самамен сол, 4400-дің заттары. Дәл қазір мен мына Shark деген шансорғышты аштым, және соны қосып көргім келіп жатыр. Жалпы істейді ма, істемейді ма? Кеттік, енді тоққа тығып көрейік. Міне қараңыздар, екінші шансорғышты ашып көріп жатырмын. Бұл тіптен ашылмаған. Қалай тұр, солай тұрған сияқты көрініп тұр. Енді маған көрейік. Міне мынандай шансорғыш. Қазір бұны да тығып тексеріп көреміз. Істеп тұр. Бағана сатылған кісі айтқан, ішінен бір 2-3 сат шығуы мүмкін, істемейтін деп мүмкін, бәрі істейді деген сияқты да. Енді бәрін көреміз, енді жаңа пылесосты қосып көрдік, істеп тұр. Сол достар, осымен біздің влогымыз өзінің мәресіне жетті. Осындай бағыттағы влогтар ұнайма, қызық па сіздерге? Қызық болса лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Ал біз бұның бәрін интернетке қойып сатуға тырысамыз.
Бірақ енді бұны сен ол баға интернетте тұрған бағада сата алмайсың, одан төменірек бағада сатасың. Дегенмен біз бұл 2 палетті бағана айтқанымыздай $1100 алдық. Яғни 3 есе арзан бағамен енді 50% жеңілдік жасап сатып көреміз. Жалпы ол жағын енді менің инстаграмда ма немесе тағы да келесі YouTube бір түсірген кезде айтып берем қалай болғанын. Сол достар, ал бізге сәттілік, ісімізге береке берсін. Каналға тіркеліңіздер. Каналымды достарыңызға таратыңыздар. Жақсы достар, көріскенше аман болыңыздар.